Саламатсыңдар ма оқушылар? Біз бүгін сіздермен 7-ші сыныптарға арналған номер 2-ші зертханалық жұмыс ластанған ас тұзын тазалау тақырыбында жұмыс жасап көреміз. Яғни бізге ең керекті құрал-жабдықтар мен танысамыз. Тұрғы, спиртшам, сүзгі қағаз, кәрлі табақша, үшбұрышты колба, құйғы, су бар стакан қажет болады, натрий хлор ас тұзы қажет болады, және де құм қажет болады. Яғни бұл сабақтың мақсаты біз бүгінгі сабақта қоспаларды бөлу әдісіменен танысып үйренеміз. Яғни ең бірінші біз құмнан және тұздан тұратын қоспаны дайындап аламыз. Міне, құм мен тұздан тұратын қоспа. Әр текті қоспаның түріне жатады. Енді осы дайындалған қоспаның құрамынан біз қайта кристалдап таза тұзды алуымыз қажет. Ол үшін қоспаны колбаға құямыз, оның үстінен суды құямыз, сөйтеміз де араластырамыз. Қоспаның құрамындағы тұз еріп кетеді, ал құм колбаның түбіне шөгеді. Көріп тұрғандарыңыздай, колбаның түбінде құм шөгіп қалды, ал құрамындағы тұз еріп кетті. Енді құйған суды тазалау үшін бізге фильтр қағазы қажет болады. Яғни мынау құмның колбаның түбінде шөгуі бұл тұндыру әдісіне жатады. Енді келесі әдіс сүзу әдісі. Яғни судың құрамында бізде еріген тұз бар. Сол еріген тұзды біз таза күйінде алуымыз қажет. Ол үшін біз лайланған суды сүзгі қағазы арқылы өткіземіз. Сүзгі қағазын төртке бүктеп, бір бұрышын ашамыз да құйғыға орналастырамыз. Ең бірінші сүзгі қағаздың бойын сулап аламыз. Сөйтеміз де ертеңгіні осы құйғыға құямыз. Көріп тұрғандарыңдай, колбаға таза күйіндегі су өтіп жатыр. Құмның майда бөлшектері сүзгі қағазында қалып қойып жатыр. Ал колбаға таза су мен оның құрамындағы еріген натрий хлор өтіп жатыр. Яғни біз қоспаларды бөлу әдісінің тұндыру әдісін көріп тұрмыз, және сүзу әдісін көріп тұрмыз.
Енді осы су бізге жетіп қалар. Келесі ерітіндінің құрамынан таза натрий хлор кристаллын алуымыз қажет. Ол үшін біз буландыру әдісі арқылы натрий хлор тұзын қайта кристалдап аламыз. Яғни карлин табақшасына тұз ерітіндісін құямыз. Сөйтеміз де енді бізге спирт шам қажет болады. Артық заттарды алып тастаймыз. Спирт шамға сөйтіп ерітіндімізді тұрғыға бекітеміз де спирт шамын жағамыз. Яғни карлин табақшасындағы су буланып ұшып кетеді де, ал карлин табақшаның өзінде кристалданған натрий хлор тұзы пайда болады. Қазір оны тәжірибе барысында көреміз. Су жайлап қайнай бастады. Өздеріңіз білесіздер, су 100 градуста қайнайды, сондықтан 100 градусқа жеткенше кішкене күте тұрамыз. Міне жайлап қайнай бастады. Ерітіндінің құрамындағы H2O су буланып жатыр.
Міне балалар, ерітіндідегі судың мөлшері азайып, карлен табақшасының қабырғаларында тұз кристалдары пайда болып жатыр. Яғни бұл жерде біз қоспаны бөлудің буландыру және қайта кристалдау әдістерімен танысып жатырмыз. Кристалды анық толық көру үшін бізге су түгел буланып кету керек. Карлен табақшасы қатты қызғандықтан қабырғасындағы тұздар кристалға айналып ыстыққа ұшып жатыр, атқылап жатыр. Міне, судың мөлшері азайып, ерітіндіде тұздың мөлшері көбейіп, су толық буланып, карлен табақшасында таза тұз пайда болды. Яғни карлен табақшасындағы пайда болған мынау ақ ұнтақты кристалды зат, ол бастапқыда қосылған натрий хлориді, яғни ас тұзы. Сонымен балалар, біз бүгінгі сабақта ластанған ас тұзын тазалауды үйрендік, және де қоспаны бөлудің тұндыру әдісімен сүзу әдісін және буландыру, қайта кристалдау әдістерін қолдандық. Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі кездескенше қош, сау болыңдар.